Аслан, не болды саған? Бәрі дұрыс. Тоқтат. Көңіл күйің жоқ қой. Кешіріңіз ағай. Өз-өзімді ұстай алмаймын. Ондай бәрімізде болады. Бірақ сабыр сақтау керек. Бокс деген саған ол жұдырығыңды алып, біреудің тұмсығын бұзу емес. Төзімділікпен шыңдалып, өз-өзін тәрбиелеу. Ағай, сонда не? Біреу тисе қарап тұру керек па не? Жоқ, орнына қою керек. Бірақ өздігінен күш қолданып емес. Жай ғана сөзбен түсіндіру арқылы ғана. Көңілсізсің ғой? Не болды? Ауырып отырсың ба? Ағай, бала кездегі бір досымыз қазір істі болып қамауда. Бір жағынан сүйікті қыз тастап кетті. Ол жігіттің өзі кінәлі. Өмірде екі жол беріледі. Таңдау өз қолында. Жаман жол таңдасаң, қиналасың, сүрінесің, өмірден сабақ аласың. Әрбір істің шешетін екі жолы болады. Түсіндім ағай. Дұрыс таңдасаң, алға жылжисың. Яғни жолың ашылады. Сен де өмірде өз жолын таңда. Түсіндім ағай. Қадіріспеуге тырысам. Тұр, тізіне көп жасайық.